Сәлем достар, мен Салтанат Нұрекенқызы. Бұл видеода бірінші сыныпқа баратын баланы буындап оқуға қалай үйретуге болатыны туралы айтамын. Оқуға үйретудің кейбір өзім пайдаланып жүрген тәсілдерін айтамын. Бұл мен айтқан тәсілдерді оқытуды бастау үшін балаңыз 42 әріпті түгел тану міндет емес. Бізде әліппеде алғашқы 5 әріпті өткеннен кейін, алғашқы 5 әріпті өткеннің өзінде біз балаларды буындап оқытуға үйрете бастаймыз. Енді сол сияқты сізде қазіргі балаңыз 5, 6 әріп, 8 әріп танитын болса, балаңызды буындап оқытып үйрете беруіңізге болады. Қазіргі балалардың көбісі балабақшада дайындық тобына барады, немесе мектеп алды даярлық топтарына барады. Олар сол жерде әріптерді танып шығады. Немесе YouTube каналда түрлі балаларға арналған канал бар, балапан каналы бар. Мен ойлаймын, балалардың көбісі қазір әріп таңбасын танып отырады деп. Сонымен қазіргі әліппеде бірінші енді әліппе кезеңі болады. Әліппеге дейінгі кезең болады, одан кейін әліппе кезеңі басталады. Сол кезде әліппе кезеңінің өзінде алғашқы кезекте әліппеден А, Р, Л, У, Н осы 5 әріпті өтеміз. Осы 5 әріпті бірден өтіп жатып, біз буын туралы балаларға түсінік беріп жатамыз. Сол кезде, мысалы, балаларға үйден енді ата-аналар оқытқан кезде былай оқытады, мысалы, А, Р, А, Р, А. Не болды? Ара болды, я? Оқитын бала оқи алады, оны оқи алмайтын бала, кейбір бала қоса алмайды. Бұл жерде баланың неге оқи алмайтынын былай түсіндіруге болады. Неге буынды қоса алмай тұр? Өйткені ол жаңағындай А, Р, А деп айтқан кезде, ол Аны айтып, бір шұңқырға түсіп кеткен сияқты. Ямаға дейді ғой. Р, А. А шұңқырға түсіп кетті, Р шұңқырға түсіп кетті, сосын кейін А шұңқырға түсіп кеткен сияқты осылай түсінеді. Баланың миында осылай картинка пайда болады. Бұдан ары қаратай былай жұмыс жүргізесіз. Мысалы, сіздің балаңыздың аты Айым болса. Айым қарашы. Бұл әріптер жеке-жеке тұрған кезде мынау А деп аталады, мынау Р деп аталады, мынау А деп аталады. Енді біз сөзде бұл дыбыстардан буын құрап оқуымыз керек. Мысалы, А деген дыбысты біз ұзақ созамыз. Ол дауысты дыбыс, ол жалғыз тұрып жеке буын бола алады. Келесі Р деген дыбысты біз А дыбысымен қосамыз. Сонда буын шығады. Міне, Ра. Ра. Жаңа екеуі екі бөлек тұреді. Екеуі қосылғанда Ра деген буын шықты. Енді осы сөзді оқып көрейік. А-ра. А-ра. Көрдің бе, біз сөзді буындап оқуды үйрендік. Айым, біз сенімен жаңа ғана ара деген сөзді оқыдық. Кел, енді мына да сөзді оқып көрейік. Бұл сөзде де бірінші тұрған А дыбысы. Олай болса, біз А дыбысын созып айтамыз. А. Себебі А жалғыз тұрып буын құрай алады. Екінші Н дыбысымен А дыбысын қосып айтамыз. Бір буын шығарамыз. На. 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 Қане, енді осы сөзді оқып көрейік. Ана. Ана. Көрдің бе, Айым? Біз сөздерді осылай буындап оқимыз. Құрметті ата-аналар, егер балаларыңыз бірінші сыныпта енді бастап жатса, немесе бірінші сыныпқа баратын болып, енді мектепке дайындық жасап жүргізіп жатсаңыз, мейлі даярлық сыныбында оқып жатса, балаңызбен осы мен көрсеткендей әдістермен жұмыс жасауыңызға болады. Бұл жерде айта кететініміз, балалар ойын баласы ойнағанды жақсы көреді. Сондықтан жаңағы біздің үйреткен буындарымызды енді мұлай ойын түрінде бекітуіңізге болады. Қане, біз сенімен мына жолмен жүріп көрейік.
бұл жолмен машинамен жүргенде біз буындарды қайталаймыз, буындарды көреміз. Міне қандай буын шықты? Ра. Ары қарай жүрейік, жолмен дөңгелеп машинамыз жүріп келеді. Мына жолға келгенде ла. Ары қарай қандай буын шығады? На деген сияқты әңгіме жүргізіп балаңызбен осылай жаңағы оққан буындарыңызды қайталауыңызға болады. Және буындар кестесі деген болады. Буындар кестесімен үнемі осыны, мына мысалы бірінші кезекте 5 әріпті өттік па, сол 5 әріппен қандай буындар құралады, соны қайталап шығу керек. Үнемі қайталап отыру керек. Күнде жаттығып жаңағы баланың миына отырғызуымыз керек. Яғни біз қандай да бір әрекет істеген кезде алғашында ешкімде, өзімізде үлкен адам, ересек адам болсақ та, бір істі бастаған кезде ересек адам болсақ та, бізде алғашында шықпай қалуы мүмкін, иә. Сол кезде сол сияқты ғой, баланың да миы алғашқы буынмен жұмыс жасаған кезде, алғашта буынды оқыған кезде, ол тез жаңа меңгеріп оқып кету үшін оған үнемі қайталау керек. Енді бір қызық ойын, мысалы, баланы буынды тез өзі тауып кетуіне жетелейтін ойын, қай буын жоқ немесе жоғалған буынды тап. Мына жерде мысалы сурет тұр, мынау кереге. Мына жерде ке деген буыны бар, ары қарай не деген буын жоқ. Бала қолына фломастерді қаламдайды, мында ре, мында гені жазады. Сонда ре, ге деген буынды өзі таба алады. Мына жерде ба бар, мына жерде ра, бан деген буындарды өзі табу керек. Енді құрметті ата-аналар, мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Мектепте ұстаздар сонда не бітіреді? Біз баланы үйден өзіміз неге осылай оқытуымыз керек деген сұрақ туындауы мүмкін. Иә, балаңызды сіз мектепте ата-ана ұстаз оқытады, бірақ та біздің мектептерде баланың саны өте көп, бір сыныпта 20 баладан 30 балаға дейін отырады. Сонда сіздің бір балаңызға, әр балаға шаққанда ұстаздың мысалы бір балаға 1,5 минут, 2 минут қана уақыты кетеді екен. Енді 1,5-2 минут бір сабақтың көлемінде бір балаға өте аз деп ойлаймын. Сондықтан сізде осындай ұстазға, мектепке көмек, өзіңіздің балаңыздың жақсы оқып кетуі үшін осындай жұмыстар жүргізуіңіз керек. Енді мен бұны былай салыстырғым келеді. Балаңыз алғаш тай басып жүре бастаған кезде сіз оны міндетті түрде жетектейсіз, қолтығынан демейсіз, қашан аяғын нық басып, тізесін жаңағы өзін өзі игеріп, тізесін мықты ұстап жүріп кеткенше біз баланы үнемі демеп қолдап отырамыз. Сол сияқты балаңыз да оқу әрекетін бастаған кезде, кітап оқуға алғаш кіріскен кезде сіз де оған осылай қолдау жасап отырсаңыз өте жақсы болады. Бұл балаңызбен ара қатынасыңызды реттейді, балаңыздың бойында сенімділік орнатады. Менің каналыма жазылып қойыңыздар, болашақта осындай үй жағдайында мектепке қалай дайындауға болады деген видеолар тағы салып тұрамын.